Жалпы осы 0 теңгемен бизнес бастау жалпы қалай, қаншалықты рас? Эмоциямен бастаған кезде біз біреудің тек қана кәсібінің жақсы жағын көреміз да. Жасаған бизнесін біз жазсақ, біз де сондай боламыз деп ойлаймын. Негізінде олай емес. Неге? Өйткені оны ашсақ біз обычно қадаламыз. Қазақтар осы алып сатумен неге мықты болсаңдар өндіріс ашпайсыңдар деген сияқты әңгімелер айтады да көбісі. Ондай бизнестермен бастау ешқандай опытың болмай тұра. Ол бір сөзбен айтқан кезде казино. Оның там кадиллагы бар, там 3-4 машинасы бар. Және студенттердің де басқанында ең тез жасап кете алатын бизнес болса. Олар не істейді? Олар алады да біреудің алдында пиз болып жүруді қалайды да көбінесе. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Уинкод подкасты. Подкасттың мағынасы жеңіске жеткізетін код деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бізбен бірге үлкен жеңістерге жетсеңіздер болады. Бүгінгі подкастта Нұржан, Нұрбол, Жасұлан және де мен Дәулет сіздерге бүгін барынша пайдалы боламыз деген ойдамыз. Сондықтан подкастты аяғына дейін көріңіздер. Подкастты соңына дейін көргенімізге құнды керемет сыйлығымыз бар. Сол үшін міндетті түрде осыны подкаст соңына дейін көріңіздер. Енді таныстырып өтейік кішігірім. Мен Нұржан Грант. Осы товарный бизнес саласында айналысып жүргенімізге 5 жылдан аса уақыт болды. Мына отырған кісілер менің шәкірттерім. Дәулет, Жасұлан, Нұрбол. Әрқайсысы осы салада өздерінің жетістіктеріне жетіп жатқан жігіттер. Сол себепті сіздерге осындай бізбен бірге жеңіске жететіндей подкаст шығару деген өзімізге идея келді. Және Құдай қаласа осы алдағы 1 сағатта сіздерге пайдалы боламыз. Жаңа Дәулет айтқандай, сіздер соңына дейін көрсеңіздер, бізден үлкен сыйлықтар болады. Бастай берейік. Енді қазір былай жалпы айтқанда бизнестің тренді болып жатыр ғой. Бизнес тренд деп жатыр. Бәрі бизнеске кіріп жатыр. Ананы көреді, мынаны көреді. Қазір не ресторанный бизнес дей ма, арбитраж дей ма, неше трейдинг дейді. Көбейіп кетті сала былайша айтқанда. Ал қазір тренд болғандықтан көбінесе кіріп жатқандар жастар да бұл жақта. И жастар болғандықтан спростары енді тезірек көтерілуге, қалайша көлігімді қалай тез алсам, или бір үйімді қалай алсам, отбасымды қалай тезірек қамтамасыз етсем деген сияқты да. Жалпы спростары бәрінікі бір-біріне ұқсайды жалпы. Қалай тез ақша тапсам ғой былайша айтқанда. Жалпы бүгінгі тақырып сонда тақырып қандай бүгін сонда? Жалпы қандай бизнес дұрыс, қай кәсіпке кіру керек, қай кәсіптен бастау керек деген сияқты. И сол қай кәсіп дұрыс, қандай бағыт жастарға именно общий былай ақшаны қалай тез көтеруге болады деген сияқты барлық жағынан былай салыстырмалы түрде. Негізінде жалпы былай ғой, кәсіпті адамдар бастайтын кезде менің ойымша, өзімнің жеке ойым, эмоционалды түрде бастайтын сияқты да жастар. Жастар болсын, енді жас дегенде 40-қа дейінгі, 45-ке дейінгі адамдар жас деп есептеледі ғой. И әрбір адам, кажется, андай эмоциямен бастайтын сияқты да кез келген кәсіпте. Және де бұл эмоциямен басталуы негізінде дұрыс емес. Неге? Өйткені эмоциямен бастаған кезде біз біреудің тек қана кәсібінің жақсы жағын көреміз да. Неудачаны көрмейміз. Жақсы жағын көреміз да, ол адамның кадиллагы болады, там коттеджі болады, тағы бір деңесі болады. И сол нәрсені көреді да, соған байланысты кәсіп жасайды. Мен де соны ашамын. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Бір адам автомойкасы бар. Автомойкасымен ашқан, бизнес жасап жатыр. И біз былай сырттан қараған кезде оның там кадиллагы бар, там 3-4 машинасы бар, коттедждері бар, бізге көрінеді. И біз сырттан қараған кезде ол адам жаңағы автомойкамен жеткен сияқты болып көрінеді да бізге. И біз сол автомойканы ашуға тырысамыз. Бірақ негізінде сол адаммен сөйлесіп көрсек, сол адамның қасына баруға болады, негізі қорқудың қажеті жоқ. Баруға болады, сөйлесуге болады, сұрақ қоюға болады, негізі ұялмай, И сұрап көретін болсаң, обычно ол адамдар, ондай кәсіп түрін жасайтын адамдардың жастары 50-ден немесе 40-тан асқан болуы мүмкін. Және де ол кісінің обычно 5-тен аса кәсіп түрі болады. Бір автомойкасы болады, бір асханасы болады, бір квартира сдавать етеді, бір общагасы болады. И обычно неше түрлі кәсіптер бар. Менің үйімнің қасында автомойкасы тұр да. Мен автомойкадан көтерілді деп ойлаймын. Биржа. Сенің үйіңнің қасында оның асханасы тұрған соң, сен асханадан көтерілді. Асхана ашам деп ойлаймын. Сенің үйіңнің қасында оның овощной, сенің үйіңнің қасында оның там квартирный бизнесі тұр да. И біз әрқайсымыз әр жақтан қараймыз да, и ол адам осы нәрсемен көтерілді деп ойлап қаламыз да. И біз соны ашамыз. И әдетте соны ашамыз да қадаламыз. Не үшін? Өйткені ол адам ол жетістікке, ол нәрселерге ол бір ғана бизнестің түрімен жеткен жоқ та. Ол адам әртүрлі бизнестер жасап көрді, ақша жасады, өзінің капитализациясын жасады, сосын барып ондай кәсіптерге ақша құя бастады да. Ол қазір жасы келді, 50-60-ға келді, ол не істейді? Просто түскен ақшаларды, кассаларды жинап отырады, әрбір кәсібден түскен. И бұл осы пассивный бизнес деп аталады. Бірақ біздің жастар ойлайды да, сол үлкен кісілердің уже ақшасы бар, базовый потребность жабылған, жағдайы жақсы кісілердің
жасаған бизнесін біз жазсақ біз де сондай боламыз деп ойлайды. Негізінде олай емес. Неге? Өйткені оны ашсақ біз обычно қадаламыз. Өйткені біз пассивный бизнес жасайтын болсақ, жастар, біз бірден қадаламыз. Біздің мақсатымыз қазір осы жерде отырған адамдар болсын, бізді көріп отырған адамдар болсын, барлығының мақсаттары почти бірдей, 90%. Бәріміз жақсы көлік мінсек, бәріміз жақсы үй алсақ, отбасымыз, ата-анамыздың жағдайы жақсы болса, и сол біздің қазіргі базовый потребностіміз да. Осыны жапқаннан кейін барып қана біз басқа бизнестерге көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Және де менің ойымша қазіргі ең тез көтерілетін лестница деп айтады. Ең тез көтерілетін лестница кез келген адам, ол жастар болсын, үлкен кісілер болсын, бізді көріп отқан жаңа кәсіп бастағысы келіп жатқан адамдар болса, оларға ең тез көтерілетін нәрсе ол не? Товарный бизнес. Не үшін? Өйткені басқа да бизнестер бар, жаңағы үшке бөлінеді жалпы кәсіптің саласы. Бірінші саласы ол өндіріс, производство бірдеңе өндіріп шығару. Екіншісі ол услуги, қызмет жасау. Үшіншісі товарный бизнес. Біздің саламыз товар алдың, оптым, и в розницу сатып жібердім деген сияқты. Ең басты көрсеткіш ROI деген көрсеткіш бар. ROI деген көрсеткіш ол окупаемость бизнеса, жалпы ақталу уақыты кәсіптің. Кәсіптің ақталу уақыты бойынша өндіріс салалары жалпы производство 2,5 жылдан бастап ақталады. Қызмет саласы 1,5 жылдан бастап ақталады. Ал товарка 1,5 айда ақталады. Неге? Өйткені бұл жерде ештеңе өндірмейміз, ешкімге қызмет көрсетпейміз, ешқандай уақытқа тәуелді емеспіз. Және де соның арқасында біз бүгін 1 миллионға товар алсақ, ертең 2 миллионға сатып жібере аламыз. Бұл жерде ең бастысы лидогенерация деген нәрсе бар. Клиент тарта алу. Клиент тарта алсаңыздар, кез келген нәрсені сатып жіберуге болады. Сол себепті мен ойымша, ең тез ақталатын да, ең тез ақша келетін да, ең тез жағдай жасайтын да, көлік алсаң да, үй алсаң да, барлығына товарный бизнес мен ойымша ол бірінші орындағы үлкен лестницалардың бірі. Қалай ойлайсыздар? Айта кетсеңіздер ойларыңызды. Өте дұрыс. Товарный бизнеспен просто біз товарный бизнесті біз ешқандай ақша қоспай жасай аламыз да. Яғни біз MVP форматында жұмыс істей аламыз товарный бизнесте. Жаңа айтып отқан автомойка болсын. MVP деген не екенін түсіндіріп өтсеңіз. MVP деген минималды түрі өнім деп аталады қазақша переводы. Яғни ол дегеніміз ешқандай ақша артпай минимальный расходпен бизнесті бастау. Жаңағыдай автомойка дейміз, продукты дейміз, тағы басқа нәрсе деген бизнестердің оның бәріне біз бірінші ақша салуымыз керек болады. Ал ол біз білмейміз, ол да біздің ешқандай опытымыз жоқ. Яғни ол атама ертең атпаймын, ол бізге ақша алып келе ме, жалпы ақша алып келмей ме? Может біз қадалатын шығармыз деген сияқты мәселелер бар. Сол себепті ондай бизнестермен бастау ешқандай опытым болмай тұра. Ол бір сөзбен айтқан кезде казино. Яғни ол атама, атпайма, оның бәрін сен білмейсің. Чисто наугад сен жасай беретін боласың. Ал товарный бизнесте біз чисто клиенттен заказ түскен кезде ғана товарды қолымызға алып сатып жібере алсақ болады. Сіз товарный бизнес негізі ең оңай бизнестің бірі, өйткені ешқандай ешкімнен инвестиция тартып, миллиондап қарызға кірудің қажеті жоқ бұл жерде. Жалпы тек товардың суретін алып, реклама жіберіп, заказ түскеннен кейін клиенттен ақшасын алғаннан кейін товарды апарып берсең деп болады да. Риск аз бұл жерде. Және студенттердің де басқаның да ең тез жасап кете алатын бизнес болса. Өйткені риск аз, өте аз. Инвестиция тартудың қажеті жоқ деп жатыр ғой. Негізі тартуға болады қандай кезде? Ол кезде уверен боласың. Жоқ, бизнес уже бар, бизнес сенде жүріп жатыр. Және просто оны екі еселеу үшін сен инвестиция тартып аласың. Ал сен жаңа бизнесті ашу үшін инвестиция тартатын болсаң, ол кезде қадалу шансы өте үлкен болады. Уже жүріп тұрған бизнеске сен кредит аласың, немесе инвестиция тарта аласың. Көп жастардың жаңағыдай несі бар да, инвестиция тартсам, ақша көп салсам, бай кетемін деген сияқты ше. Тек андай чудаға сенеді. Любой кәсіпті бастаған кезде әрбір кәсіптің өзінің жаңағы бизнес дейді ғой, бизнес модель болады. Бизнес модель дегеніміз әрбір кәсіптің бастан аяқ жасалынатын процестері. Бастан аяқ жасалатын процестері әрқайсысы бірінші жасалатын, екінші жасалатын, үшінші жасалатын деп бөлінеді негізінде. И соның көбінде көп адамдар керісінше бастайды. Қазақстан емес, жалпы ТМД мемлекеттерінің статистикасы бар ғой. 100% бизнес ашылады, например, осы жылы. Соның 90% жылдың аяғына жетпей жабылады да. Не деген сөз? 90% кәсіпкердің бизнесі банкротқа ұшырайды, немесе ол жүрмейді, немесе клиент тартылмайды деген сияқты. Ал 90% жабылды, окей, 10% кәсіп қалды, бизнес қалды. 10% бизнестің 8% 3 жылға жетпей жабылады екен. Страшный статистика ғой. 2% кәсіп сонда 3 жылға шыдай алады екен. 3 жылдан кейінге 5 жылға шыдай алады екен да.
енді біз өзіміз 5 жыл болғанға қарағанда біз сол 2%-ның ішіндеміз деп ойлап жүрміз енді соған қарағанда. И 98% кәсіпте неудача болады. Не үшін? Ол жаңағы бизнес модельді түбінен жоғары қарай істеген кезде ғой. Түбінен жоғары қарай деген қалай? Көп кәсіптерде бизнес модельдің аяқ жағында маркетинг пен упаковка болу керек негізінде. Ең аяқ жағында болу керек. А біздікілер не дейді? Біздікілер бірінші мықты контент түсіруді ойлайды, там осындай там студияларды жалдайды, там қаншама ақша төлейді, соған там товарға болсын, өзіне дизайным әдемі болсын, контент түсіреді, дизайнер жалдайды, бүкіліне кәдімгідей үлкен ақшалар құрып тастайды. Сол үлкен ақшаға инвестиция тарту мүмкін тағы да. Сосын алады да там таргетке, бізде маркетинг деген саланы көбісі таргетпен ғана шектеп тастайды, бірақ таргет дегеніміз ол не? Ол 0,0000000 бір ғана пайызы ол үлкен маркетинг деген саланы. И таргетке ақша құяды, упаковкаға ақша құяды, и қаншама ақша кетті да ана жерде. Бірақ ешкім сатып алған жоқ ол нәрсені. Өйткені не істеді? Ол MVP форматын жасап көрген жоқ, ол сұранысты анықтаған жоқ. Ол алды да ақша салып тастады, и соның кесірінен ода продажа болған жоқ. Продажа болмағаннан кейін не істейді? Оның мотивациясы түседі, өзіне деген сенімділігі түседі да, менен бизнесмен шықпайды деген идеяға келуі мүмкін да, и сонымен жабылады. Ол кісі обратно сол баяғы курьерствосына немесе басқа да өзінің бір жұмысына қайтып оралады да. И сол себепті біздің кеңесіміз қай кәсіпті түрін бастасаңыз да, оның бизнес моделін анықтап барып, есептеп барып, қай жерінен басталады, қай жерінде соңғы қадамдар жасау керек, қай жерінде маркетинг қосу керек деген сияқты форматпен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жаңағы ақшаны жүріп тұрған товарға, жүріп тұрған нишаға, жүріп тұрған форматқа кәсіптің салатын болсаңыз, ол ұшуы мүмкін. Ол инвестицияны бірінші аз суммамен бастап көріп, жүрген кезде ғана инвестиция тартуға болады. Ол еще инвестиция деген мүмкін ол тақырыпты келесі нелерге қалдырсақ болады сияқты. Сонда бұл жерде түйін мынандай болды ғой, пока срочно ақша керек па? Базовый потребность жабылмады ма? Сен заморозкаға ақша миллиондап ақша салу, ол қате сияқты да бұл жерде. Қате болғанда не ғой? Срочно үлкен қате да. Риск та еще бір жағынан. Өйткені 98% та сенің провалға кетуге шансың ше. 2% бар успехке жетуіңе. Ал 2%-пен есептейтін болсақ, ол бізде шанс жоқ деп есептеуге де болады. Сол себепті кеңес барлығына ол жай аз суммадан бастап көру, соның арқасында негізі аз суммадан бастау дегенді көбісі ойлайды, бүйтіп ойлауы мүмкін. Мен аз суммадан бастасам, аз ақша табам деп ойлауы мүмкін да. Бірақ бізде кейстер бар, біздің инстаграмға кіріп қараса болады, 40 мың теңге, 50 мың, 100 мың теңгемен бастап, бірінші айда 2 миллион таза пайдаға, 1,5 миллион таза пайдаға жетіп атқан адамдар да бар да. Ол не деген сөз? 1,5 миллион, 2 миллион біздің, білмеймін, қазақтар үшін қатты аз ақша емес сияқты, нормальный ақша. Өйткені статистикаға сүйенетін болсақ, 90% қазақтар 1,5 миллионға дейін ақша табады. Содан қалған 10% 1,5 миллионнан жоғары табады. Сонда сен 1,5 миллион теңге тапсаң, уже 10% адамның қатарына кіресің да уже. 90% қазақтан көп ақша табасың. Сол себепті ойлаймыз, бұл аз суммамен басталған кәсіп аз ақша әкеледі деген сөз емес. Просто дұрыс есептеп, өзінен шыққан сумманы өзіне қайтадан реинвестиция жасап, алғашқы айларда кәсіптен шығарып алмау керек. И соны қайта өзіне салғаннан кейін ол тез өсуі мүмкін. Мен айтып жатырмын, мен товарный бизнесті 2020 жылы бастадым. И мен өзімнің алғашқы точкамды ашу үшін мен 1,5 жыл жүрдім да. 1,5 жыл менде не точка болған жоқ, не там басқа бір товар болған жоқ да. Алып сатып жүрдік, по факту заказ түседі, заказ түскен бойынша алып сатып жүрдік. Бір телефон бар. Телефон бар болды. Қай жерде кофейня бар, сол жер сенің офисің деген сияқты. И 1,5 жыл 2021 жылы уже ақырындап команда жинап, уже ақырындап офис алып, товар толтырып сөйтіп бастадық. Бірақ сол жетістікке жету үшін 1,5 жыл кетті. Не үшін? Өйткені өте көп қателіктер болды ол жерде. Мысалы қазіргі біздің Хамза деген жігітімізді біледі ғой, жігітті біздің қазіргі ең мықты учениктардың бірі, шәкірттердің бірі, қазіргі таңда там командасы бар, точкасы бар деген сияқты. И ол жігітке қараймыз, мен 2020 жыл бастап 1,5 жылда жеткен нәрсеге ол 2,5 айда жетті. Ол командасы бар, точкасы бар, товарканы жүргізіп жатыр, обороты бар, қалай ойлайсыңдар? Не үшін ол тез жетіп алды? Ал не үшін мен ұзақ жеттім? Ол мен жындымын немесе мен топаспын деген сөз ба? Әлде бір жол көрсетуші адам болды ғой. Өткен жол сізде болмады жол көрсетуші адам. Ол кісіде болып тұр. Былай айтсақ болады негізі онша, білімді алудың екі жолы бар.
біреуінде сен өзің өтесің бәрін практика жүзінде, ол кезде сенде өте ұзақ уақыт кетеді. Одан көп болуы мүмкін. Иә, одан көп болуы ешкім мүмкін. гарантия бермейді. Ал біздің оны тездететін білімді біз қайдан алсақ болады? Біз оны кітаптан алсақ болады, немесе өзіміздің осы ұстаздарымыздан алсақ болады. Яғни білетін адамнан біз жолды сұраймыз. Яғни ол жаңағыдай майда қателіктерді біз жібермеуіміз үшін сол бізге бағыт беріп отыратын адам ғой, бір сөзбен айтқан кезде ше. Сол себепті ұстазбен мен ойымша әлдеқайда тез жетуге болады, сенің өзің жалғыз жүргенге қарағанда. Иә. Сол ғой, типа мен бастадым 2020 жыл. Мен таппадым емес ақшаны. Ақша табылды. 1 миллион, 1,5 миллион. Мен ол кезде 20 жастамын мысалы. 1,5-2 миллионға дейін табылды. Бірақ ол ақшалар там шашылды, там құртып жібересің, жоқ қылып жібересің, иә. Өйткені саған кеңес беретін бір енді ұстаздар болған шығар мүмкін, бірақ ол кезде именно 2020 жылдары қазақ тілді мықты товарка жүргізетін адамдар, білмеймін, менің ойымша аз болған сияқты болып көрінді. Сол моментте онлайн кәсіп дамып, жаңа карантин моменті болып, сол кезде резко атып кетті онлайн кәсіп именно. Бірақ ол кездің өзінде инста магазиндер болсын, басқа магазиндер болсын, көбісі орыс тілде жүргізілетін болатын, ол кезде, типа, білмеймін, не Қазақ үшін тілде екен. жоқ десе де болады. Біз соның, білмеймін, алғашқылары болып па, жалпы магазиндерді, инста магазин, тикток магазин, жаңа OLX-те барлығын қазақ тілде жасап бастады, бірақ соның өзінде бізде де тез атты, типа 0 теңгеден там 1,5 миллион теңге таза пайдаға дейін шығып кеттік та, сол кездің өзінде. Ол кезде мен ойымша 1,5 миллион өте үлкен ақша деп ойлаймын. Бірақ ондай ақшалар болғанымен, қалай айтса болады, ұстаздың болмағаны немесе өзімізге бір ментор, наставник таппағанның кесірінен біз ол результатқа өзіміз қателесіп, өзіміз жеттік. Соның арқасында бізде 1,5 жыл уақыт кетті. Ал бұл жерде Хамзаның просто бір кішігірім ғана қателік жібермеудің арқасында біз айтты оған, сен қазір таптың, окей, 2 миллион теңге. Бірақ біреулер үшін көп, біреулер үшін аз. Бірақ соны ол құртып жерсе де болатын еді, үйіне салып жерсе де болатын еді. Біз бәріміз жақсы көреміз ғой. Үйге жіберуді, там анамызға жіберуді деген сияқты проблема емес ол. Бірақ мен сол кезде Хамзаға айттым да, сен жіберсең болады, бірақ давай қазір 1 миллион жібергенге қарағанда 3 айдан кейін, 4 айдан кейін там 2 миллион жіберейік үйге, 5 миллион жіберейік көбірек қып, соның арқасында ол сол нәрсені тыңдады, кәсіптен шыққан ақшаны не істеді, реинвест жасады, командаға ақша салды, товарға ақша салды, және де офисқа ақша салды, офлайн точкасына. И соның арқасында ақырындап жүргізіп келе жатыр деген сияқты. Осы жерде бір тағы бір сұрақ пайда болды да, жаңа типа 0 теңгемен бизнес деп айтып жатады ғой. 0 теңгемен бастау, андай. Қазір біреулер айтады, типа вложениясы 0 теңгемен бастап кетуге болады. Типа 0 теңгемен бизнес дейді, біреулер вложение керек алғашқыда бастау үшін дейді да. Енді Нұреке өзіңіз айтып отырсыз ғой жаңа, типа 0 теңгемен мен 1,5 миллионға дейін барғам деген сияқты. Жалпы осы 0 теңгемен бизнес бастау жалпы қалай, қаншалықты рас бола ма деген сияқты ғой. Ол болады қандай кезде? Ол сенде былай болу керек қой. Немесе бастар кезде связь болу керек, байланыс, там адамдармен связьдарың болу керек. Сол кезде сен олардың заттарын сату арқылы ешқандай инвестиция тартпай, ешқандай шығынды алмай, сен уже жұмыс бастап кете бересің. Өйткені сенде таныстарыңның товары бар, там өзіңнің поставщиктерің болуы мүмкін, үлкен там бутигі бар, үлкен там оптовый заттары бар деген сияқты. Ал егер де сенде не ақша жоқ, не таныс жоқ болатын болса, онда ол өтірік болып қалады. Біз қазір өтіріктен болады деп айта салуға да болады, бірақ нөлмен басталмайды негізінде. Нөлмен басталады. Либо сенде ментор бар, сол таныстарды, анау кәсіпте Человек-паук дегенді естігенсіңдер ма? Человек-паук деген бар. Человек-паук дегеніміз бүкіл жерде паутинасын шашып жүреді, оның любой жерден таныс тауып алатын адамдар болады. Соны Человек-паук деп айтады. Бәрін орап жүреді ғой. Вот сол адам сенің досың болу керек біріншіден, бастап кету үшін, сен ол тауып береді, ол бесплатно тауып береді. Либо сен наставник болу керек, тауып береді, немесе өзінің товарын береді, немесе сондай поставщиктер тауып береді. Тауып береді деген сияқты. Немесе ақшаң көп болу керек, ақшаң көп болады, сол жарнамаға да саласын, тестировать етесің, сатып көресің, үйтесің, бүйтесің, солай басталады. Нөлмен бастау үшін либо Человек-паук болу керек қасында, немесе наставник болу керек деген сияқты. Ал ол екеуі жоқ па, онда ақша керек. Ақшаны наставникке төлейсің. Оның өзінде наставникке төлеу әлдеқайда выгодно болатын сияқты. Себебі сен білмейсің қай товарды қалай жасау керек, қалай жарнамалау керек деген сияқты. Просто құртып жібере салған анау. Ертең ол товар заморозкада тұрады деген сияқты әңгімелер бар, оны сата алмайсың, жарнама құясың, өтпейтін товарға жарнама құясың. Яғни ол жерде просто ауаға жібересің ақшаны. Біз 2020 жыл бастаған кезде бізде ешқандай опыт жоқ кәсіпте. Мамандығымыз повар, кондитер, біз там 4 жыл ресторандарда жұмыс істегенбіз.
и 350 мың теңге зарплата аламыз ол кезде, жасымыз 19-20 жаста примерно. И 350 мың теңге зарплатадан досым екеуміз 700 мың теңгені қостық, соңғы зарплатамыз, жұмыстан шықтық, товаркаға кіреміз деген идеямен. И сол 700 мыңды салдық та товарға. Бірақ бізде топас емеспіз, біз бірге оққанбыз, біз жақсы оққанбыз, жаңағыдай қызыл дипломға кандидат болғанбыз деген сияқты ше. Барлық жағынан былай басымыз кішкене болсын істейді негізінде. Бірақ жаңағы ақшаны біз біреуге төлеуге қиған жоқпыз. Обычно бәрінде осындай болады. Типа біз тренингтарға бардық, товарка болсын, там бизнес болсын, әртүрлі бесплатный тренингтер көп қой, қазір де көп. Біз сондай бесплатный тренинг, там 100-500 адам отырады, сондай жерге барамыз, көріп шығамыз, анализировать етеміз, нарық қандай, жалпы қай кәсіптен бастап кеткен дұрыс деген сияқты. И анализировать етіп 3-4 рет бардық тренингтарға. И кез келген тренингтің артында жаңағы өздерінің ұсыныстарын, услугаларын сатып жатады ғой. Осындай бар, бізбен бірге бастасаңыздар болады деген сияқты. Біз енді андай ғой, біз жақсы оқыған балаларымыз, біз өзімізді ақылды деп сезінеміз кішкене. И біз аналардан алып аламыз да информацияларды. Біз сол информациямен бастаймыз и ютубтан үйреніп аламыз деген идеямыз бар да өзіміздің. Сөйтіп біз алған жоқпыз ешкімнің услугасын, ешкімнің наставничествосын, басқа ештеңе алған жоқпыз. И бастадық, 700 мың теңгені салдық. Неге? Өйткені аналарға қазір біз 500 мың берсек, бізде өзімізден нақты товарға ақша қалмай қалады деген идеямыз бар да. Товар алу керек, жарнама жіберу керек, студия жалдау керек, съемка жасау керек, там бағана ғана маркетинг и упаковка деген. Біз сондай идеямен біз ана ақшаны алып алдық. Ол кезде менде машина жоқ, досымның машинасы бар. Біз бір багаж толтырып товар алдық, короче. Там поставщиктер өзіміз білмейміз қай поставщиктер ардын. Біз бардық, қайсы ұнады, содан алдық. Анализ жоқ, ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Ол өте ма, өтпей ма, разница жоқ. Оптым баға ма? Бір багаж товар толтырып алып алдық. Соның съемкасына бардық. Байсат? Жоқ, қай жер екенін айтпай ақ қояйын. Товар алдық. И съемкасына бардық, съемка жасадық, таргет жібердік. И біздің андай ғой, эйфория ғой, жаңағы сен істеп аласың, неше түрлі кәсіп, ойбай, короче, крутой болып жүрміз. Бірдеңе істеп аласың. Бір аптада крутой болып жүрдік, алғашқы бірінші апта. Екінші аптадан бастап уже бүйтіп түсе бастадық та, айқындап. Өйткені таргетке ақша құрттық, товарға құрттық, упаковка, контентке құрттық. Бәріне құртылған ақшадан ешқандай ақша шықпады. Алғашқы бір жарым айда 2 ғана продажа болды. Біріншісінен 10 мың теңге түсті, екіншісінен 5 мың теңге түсті. Біз 700 мың салдық, бірақ 15 мың теңге шығардық деген сияқты бір жарым айда. Сол кезде және де ол досым қазір кәсіпте емес. Неге? Өйткені ол кісі сол кезде жұмыс істеді, соңғы ақшасын салды. Және де үйінен қысым, бізде сондай нәрсе бар ғой, үйден қысым пайда бола бастайды. Егер де сен жұмыс істеп жүрген жеріңнен шығып кетіп, сол бар ақшаңды кәсіпке салып 2 ай ақшасыз жүр, үйіңдегілер айырады. Үйінде ең чорт адам болып қаласың да сол жерде. И ол кісіге жаңағыдай кредит бар, анау бар, қарыз бар, мынау бар деп ата-анасы қысты. Соның кесірінен ол қайтадан жұмысқа кіріп кетуге, жаңа ақшаны табуға қайтадан кірісе бастады. Ал мен де сол кезде берілгім келді, менің де үйімнен қысым болды деген сияқты. Бірақ әрі қарай жалғастырып кетудің арқасында біз өзіміздің ақырындап результатымызға жеттік. Бірақ айтайын деп тұрған нәрсем, егер де сол кезде біз жаңағы 700 мыңның, хотя бы 500 мың, 600 мың теңгесін біреуге берсек, ол бізге кішігірім болса да бір өзінің бағытын, жолын көрсетсе, бізге алғашқы продажаларымызды жасап берсе, гарантия беретін адам болса вообще күшті. Гарантия берсе, біз досымыз екеуміз қазір осы жерде отырар ма едік деген өзімнің идеям бар. Өйткені біз сол кезде ақшаны қимадық, біз товарға қосамыз деген, товарға саламыз, маркетингке саламыз деген идеямызбен біз бар ақшадан айырылдық, өйткені бізде опыт болған жоқ. И көбісі осы жерде осылай қателеседі. Бар ақшасын менторға, наставникқа беруге қимайды. Неге? Өйткені ол ақшаға мен беріп тастасам, мен товарды қайдан аламын деген идеясы бар да. Ана ментор тауып береді саған товарды негізінде ше. Товарды да тауып береді, поставщикті де тауып береді, связьді да жасап береді, жаңағы человек-паугыңды да тауып береді ше. И бүкіл жаңағы сен төлеген суммаға негізі гарантиясымен істеп беретін адамдар бар. И ол кезде де болды. И мен ойлаймын да, сол кезде біз солай дұрыс шешім қабылдаған кезде, қазір мүмкін басқа уровеньде, еще сол досыммен біз басқа жерде жүрер ме едік деген сияқты өзімнің бір нелерім бар да, гипотезалар. Тағы бір сұрақ пайда болды да, андай.
бағана айттық қой, адамдар көп типа бәріміз енді көбісі сондай да, бағана ақшасын қимайды, типа бірдеңе, оны лучше мына жаққа жұмсайын деген сияқты да. И сол ақшаны қимағаннан кейін бағанағындай не өздеріңіз жолда өттіңіздер, не ниша дұрыс таңдалмайды, не қаяқ поставщик бар, оптын беріп жатыр ма, опыт жоқ қой білмейсің сенде да. өйткені. Примерно барып аласың. Көбісі бүйтеді қазір, не өтіп жатыр, мысалы Dyson өтіп жатыр ма, Dyson алады дағы барады да, алады дағыны закупқа айтып алады да, бағанағы упаковка деген сияқты. И нишада дұрыс таңдалмайды да. Ең негізі нишада дұрыс таңдалу керек қой, өйткені айтады да, Михаил Таковинин деген кісі бар, тоже бизнесмен, айтады, дұрыс таңдалған ниша дейді, ол уже 50% жетістік дейді да. Сен уже нишаң дұрыс па, сен онша емес бизнесмен болсаң да, ниша алып шығады сен. Ал сен крутой бизнесменсің, бірақ нишаң онша емес, сен уже онша емес бизнесменсің да. Ал осы жерде енді ниша қалай дұрыс таңдалу керек, енді не сатам, қазір енді сұрақтар көбісінің спросы не сатарын білмейді. Не сатам дейді, көбісі енді келіп жатыр ғой, барлығының спросы осы не сатам, нишаны қалай таңдасам деген сұрақпен келеді да. Осы қалай ойлайсыздар? Осы жерде мынандай бір нәрсе бар, негізінде көбісі жаңағыдай просто инста жасадым, видео жасадым, рилс жасадым, упаковка фотоларын бәрін жасадым, актуальный жасадым, и таргет жіберемін, болды ақша табамын деп ойлайды да. Негізі олай жұмыс істемейді. Мен өйстіп ойлаған басында. Таргет жібердім, болды ақша табамын деп ойлайды көбісі. Негізі таргет жібердім, болды ақша табамын деген сөз жоқ ше. Көбісі негізінде таргетке осы үшін өте көп ақша қалады. И просто инста ашты, товардың 1-2 суретін салды, рилсын салды, и таргетке аямай ақша құяды. Яғни кем дегенде $10 деп есептеген күннің өзінде 10 күнде сенде 60-70 мың теңге шығып кетеді шамамен. Оның өзін еще біреуден естіп алған $10 жіберген. Сол ғой. Ол кемінде жіберілетін суммада негізінде результат беру үшін. Ал ол дегеніміз енді бастап жатқан адам үшін ол нормальный сумма деп ойлаймын. 60-70 мың теңгені просто ауаға жібере салу, ешкім желание жоқ ондайға. Осы жерде мен бірінші ешқандай таргетсіз мен просто тестировать етіп көргенді жөн санаймын. Кез келген товарды, яғни оның өзінде товарды таңдаған кезде сен еңді бастап жатсың, сенде опыт жоқ, оны да ескеру керек. Және жалпы чек арзан чекпен сатып көру керек. Мен ойымша ең бірінші осы, ең бірінші арзан чекпен бастайсың, уже дальше опыт ала келе, сен уже үлкен чектерге көше бастайсың. Сатуды үйреніп аласың клиенттен. Ең басында сен желательно бір себестоимости кемінде бір 2-3 мың теңгелік заттан бастасаң да болады. Үстінен бір 2 мың көрсең де нормально. Үстінен 2 мың 3 мың көрсең де. Менің ең бірінші өзім сатылымым AirPods болған, i11 деген ше. Арзан. Мен одан ең бірінші сатылым болды, мен одан 3 мың теңге көрдім. Например. Бірақ сол күні менде екінші продажа болды. Екінші продажада уже AirPods'ың екінші сериясы болды да. Ол жерде мен уже 7 мың теңге деп көрдім. Бір күнде мен бірақ екеуін қосқанда 10 мың теңге таптым. Ал мен официант болып жүріп, мен 12 сағат жұмыс істеймін, мен бұрын официант болып істегенмін. 12 сағат жұмыс істеймін, сол жерде мен шамамен бір 15-20 мың теңге табатын күніне. Ал ана жерде мен алдымда 2 сағатта 10 мың теңге таптым. Ол маған кайф чувство болды. Сол себепті арзан чектен бастау керек. Және не бастасаң да бірінші сатылым ол мен үшін өте маңызды деп санаймын. Бірінші сатылым болса, қанның дәмін сезесің, и дальше сен жұмыс істеуге мотивацияң уже өседі. Сен түсінесің, что а так можно деген сияқты бір ой болады ғой. Можно что ли? А что так можно было? Осыған мен келсем енді. Біз басында курьер болып жұмыс істеген кезде, біз курьер болдық басында студент келген кезде. Содан 2-3 мың теңге таптық, и базарға бардық та. И 3 мың теңгені 4 мың теңгені Dyson алдық. Сөйтіп енді сату керек теңге қандай Dyson ол деп. Қандай Dyson? Біз оптың бағасын айтадық, сол себеп таңғалмаңыздар. Оптың бағасы. Біз әдемі жарнамамен, әдемі упаковкамен біз оны нормальный бағасын сатамыз. Сонда алып алдық та, суретке түсіріп алдық, общакта тұрам, терезенің алдына қойдым, суретке түсіріп аламын да, OLX-ке салып жіберемін. Кешіксін тұрып звондайды, сол күні бірден ше. 4 мың теңге алдым, мен оны тұрамда 13 мың теңге салып жіберемін, 13 500 теңге. Келеді, ол кісі айтады, 500 теңге скидка жасасыз дейді. Ладно деймін, ол кезде ризасың ана, келіп тұрғанына ризасың ғой. Сөйтіп 13 мың теңге скидка жасап, ең бірінші өзімнің қанша 7 мың бола ма? Так, мен уже математикам жұмыс жасамай қалдым. Так, 9 мың теңге пайда көргенмін. Вот сол кезде, мұнда ақша бар екен. Типа сен бір нәрседен, мысалы біреулер жұмысты целый день істеп, там енді есептеп қараса зарплатасын 10-15 мың теңге табады. Ал сен там жарты сағатта или там 15 минутта 20 минутта табасың. Общакта шықтым. И сен ол жерде сенің ең басты мақсатың енді оны лидогенерация арқылы, лид тарту, лид дегеніміз заявка. Заявканы көбірек тарту арқылы сен оны 10 ретте сата аласың күніне. Типа күніне 90 мың табуға болады деген сияқты ғой. Мысалы бізде жалпы жаңағы сұрақ ниша қалай таңдау керек деген болды ғой. Не сатам? Ниша деген жалпы саланың ішіндегі жаңағы товардың түрлері, жалпы товарка дегеннің өзі ниша ғой, сала. Товардың бизнес деген. Оның ішінде там салалар бөлінеді, саланың ішінде товарлар бөлінеді. Бізде жалпы өзіміздің Хамза болсын, басқа кісілер болсын,
кез келген адамдарға біз 50 товар таңдатқызамыз. 50 товарды таңдатқызамыз да соны 4 күн, 5 күн Масспостинг деген жарнамамыз бар. Масспостингті бесплатно біз бүкіл Алматыда 8 район болса, сол 8 районның барлығына жарнама жіберу арқылы не істейміз? Тестировать етеміз. 5 күн, 4 күн ішінде. Монополия форматында. И соны 4 күн, 5 күн ішінде тестировать еткен кезде 50 товардың бәрі өтпейді. Оның там 90%, 80% шлак обычно. И соның 5-еуі немесе 10-ы өтіп кетеді. И өтіп кеткен товарларға уже заявка түсе бастайды, звонок түсе бастайды, WhatsApp-қа адамдар жаза бастайды. И сол товарлармен жұмыс жасап бастауға кеңес береміз. Біз жалпы солай жұмыс істетеміз. Мысалы, Хамзада біз 50 товар таңда деп айтқан кезде, Хамза мырза ол 75 товардың түрін таңдап келді. Бірақ енді қаншалықты көп таңдасаң, қаншалықты көп сенде выбор болса, списокта үлкен қаншалықты наименование товар болатын болса, соншалықты сенде шанс көбірек товарға түсуге, және де көбірек маржинальный товарға түсуге деген сияқты. Хамза 75 товарды таңдағанымен 3 товарға залгасты сонда. 3 товар өтіп шықты. И ол смарт сағаттар. Смарт сағаттың біреуінің оптым бағасы 9500 теңге тұрады. И 9500 теңгеден алады, оптым оны 25 теңгеден сатамыз деген идея келді бізге. 25 теңгеден сатады, үстінен қалатын 15500 теңге. 15500 теңгенің 2,5 теңгесі доставкаға кетеді. 2000 теңгесі жаңа жарнамалар бар, шығымдар бар, цена клиента, цена лида. Осы нәрсеге кетеді. Товардың өзінің бағасы бар. Сонда общий бүкіл шығындарды алып тастаған кезде бір товардан оған қанша түседі? 11000 теңгеден түсіп отыр. И біз есептедік, 11000 теңгеден түседі. И бізге мақсат болып план қойып берген болатынбыз. Алғашқы айында күніне кемінде 6 штук товар сату керек. 6 штук сату керек. Ол бірақ 6, 7, кейбір 10 товарға дейін сатып жіберіп отыр. И осы жерде 6 товар сату үшін біз не істедік? Оған декомпозиция деген нәрсе бар. Кәсіпте қазақша айтқан кезде жіліктеу деп аталады. Декомпозиция деген нәрсені жасап бердік. 6 товар сатылу үшін, біз 6 товар 6 клиентке бірдеңе алдыру үшін бізге 10-15 адам күніне заявка жасау керек, звондау керек, либо WhatsApp-қа жазу керек. 10-15-тің бәрі алады деген сөз емес қой. 15 адамның 6-ына железін сатып жіберуге болады ол жерде, кішкене конверсияны көтер. 15 адам лид түсу үшін саған сен 30-40 CTR жасау керексің. CTR дегеніміз не? CTR дегеніміз кликабельность, біздің жарнамаға басылатын әрекеттер, клиенттердің әрекеттері. 30-40 CTR пайда болу үшін бізге күніне 200-300 охват қажет, 200-300 просмотр. 200-300 просмотр, 30-40 CTR, 15 лид, 6-ау сатылды. Сонда бір товардан 11000 түсетін болса, күніне 6 товар сатылады, 6 товардан 66000 теңге таза пайда, ешқандай шығынсыз, тек таза қалтаға түсетін 66000 теңге түседі. 66000 теңгені 30 күнге көбейтсек не болады? Таза 2 миллион теңге шығады. Осылай біз 40000 теңгемен, Хамзамен 40000 теңгемен біз 32 күн, 30 емес, 32 күнде 2 миллион 73 мың теңге таза пайда шығарған болатынбыз. Бұл менің ойымша новичоктарға жақсы деп ойлаймын. Енді біз үшін енді 2 миллион айлық шығын ғана болып қалды ғой қазіргі таңда, Каспийді ашып өткенде шошып кеттім ғой. Короче, андай бір кісімен кездесем, консультация болады. Анау өте андай финансовый грамотный кісі екен да. Бәрін жазып жүретін. Жазады, там алған нанын, там 300 теңге нан алса, оны жазып, бүкіл өзінің таблицасы бар екен да. И ол кісі айтады, кезінде мен осындай там 30 миллион қарызға кіргем, сол қарыздан осы таблица мені алып шықты, финансовый грамотность алып шықты. Мен таң қалдым да, бәрін жазады. Әрбір шығыны есептелген, соның арқасында любой табысы оған берекелі болып кіріп жатыр. Қанша 5 миллион тапса да, 6 миллион тапса да, өте көп табысты қалдырады. Және де инвестиция жасап, одан ары қарай байып жатыр да. И соған мотивация алдым. Ана кісімен кездестім ғой, мен ғой консультация беріп жатқан. Бірақ ол кісі де маған бірдеңе үйретіп кетті. И мен бұрын вообще есептемеймін. И мен үйге барам, Каспийімді қараймын. Каспий ғана ол наличка емес, ол басқа да там банктер бар ғой бізде, өзіміздің счеттарымыз, ақшалар. Оларды қарамаймын. Мен тек қана Каспийдің шығынын қараймын 30 күнге. Ол бизнестің шығыны емес, мен өзімнің шығыным. 2 миллион 700 мың теңге деп шығады оған жерде. Менің түрім ақ кеткен, анау басқа наличкаларды қоспаған кезде. И 3 күндей ма стрессте жүрдім да. Бұрын еще андай 50% ресторанға кетеді екен менде. 50% ана жерде Каспий шығарып тұрады ғой. Қанша процент қайға кетеді. И ресторандарға 50% кетеді екен менде.
и сөйтемін да 3 күн стрессте мен осыны асхана бәрі ресторанный бизнес айтып қалса. 3 күн асханадан тамақ ішкенім бар енді анау стресс қой енді типа мен ақшамның барлығы сол жаққа кетіп жатыр, біреудің ресторандарына кетіп жатыр да. И бұны там реинвестиция жасап немесе бұл ақшаны там хотя бы 1 миллион басқа да бір кәсіптерге салып көріп, рекламаларды үлкейтіп, командаға адамдарды алуға болады. 1 миллионға нормальный бір топ менеджер алуға болады командаға, немесе бір айтишник алуға болады деген сияқты. И сонымен тағы да бір новый саланы жасап кетуге болатын еді ғой, а мен оны жеп жатырмын деген сияқты ғой. И сосын мен стресске түстім да 3 күн жаңа офистің қасындағы асханадан тамақ ішіп жүремін. И қой дедім, короче, олай экономдап өзіміздің состояниені түсірген негізі дұрыс емес, лучше көбірек табуға тырысайық деген идея келді. Тағы да одан да там білмеймін 10 есе 20 есе көбірек табуға деген тағы да мотивация табылды деп ойлаймын. Енді ол жағы ашылды, енді тақырып толықтай ашылды деген ойдамын сізге. Түйін ниша таңдау кезінде біздің система бойынша 50-60 товардың түрін таңдап, соны тестировать етіп, масс-постинг системасына салып, 4 күн ішінде уже қай товар өтетінін анықтап алуға болады, иә? Түсіндіре алдық қой? Түсіндіре алдық. Жалпы тақырып ашылды. Енді мынандай да нәрсе бар да. Жалпы былайша айтқанда бір сататын затын тапты делік, иә? Әйтеуір бүйтпейді адамдар енді таба алады ғой, біреуден көшіруден мастеріміз ғой, анау да өтіп жатыр ма деген сияқты. И әйтеуір бір идеальный ниша тапты, бірақ сауданы негізі біледі да бәрі, бірақ көбісінің саудасы жабайы сауда да, бағанағындай алып сатуды біледі деген сияқты. Бірақ товарка дегенде именно бастарына ең бірінші не келеді? Қытай да, иә? Қытаймен бизнес. Мен Қытайдан товар әкеліп сату керекпін деген не бар ғой бастарында. Не установка десе де ма, өйткені Қытаймен бизнес не дегендерге қаптап кетті ғой. Қытайдан товар әкеліп сату деген сияқты. И Қытайға шығу қаншалықты дұрыс, жалпы поставщик қалай таңдалу керек бұл жерде? Бағана айттың ғой, жаңағы көшіруге бәрі дайын, мастер бәрі көшіруге. Бірақ мен мына жерде мынандай бір нәрсені байқадым. Біз оқушыларымызға не үшін тестировать етуді береміз? Яғни көп оқушыларымыз сөйтіп бізге, типа, бізге уже өтіп тұрған товарды берсе деген сияқты. Бәрі андай золотой таблетка іздеп келеді да. Бірақ негізі ондай нәрсе болмайды. Бізде тест әдейі беріледі. Неге? Себебі әр адамда өзінде сатылатын товар болады. Например, мен сатып отқан товарымды сен сата алмайсың. Сен сатып отқан товарымды мен сата алмаймын. Ол просто сондай әлемнің заңдылығы да. Мен оны қалай түсіндіремін? Әлемде енді әртүрлі заң бар ғой. Мен просто ол жағдайда былай түсіндіремін. Типа, әрқайсымыздың басымызда өзімізге берілген бір несібе бар. Ал ол несібе әр товарда жатыр. Сен білмейсің. Қай жерден шығатынын қай жерден шығатынын білмейсің. Қай нишадан шығатынын білмейсің. Қай товардан шығатынын білмейсің. Ризығыңды қай нишаға жасырғанын білмейсің. Жалпы товардан шыға ма? Оны да көру керек. Сол себепті біздің қолымыздан не келеді? Біз оны білмейміз ғой енді. Біз оны жалпы жаңағыдай басқарамаймыз, иә? Біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан көбірек попытка жасау ғана келеді. Яғни, біз 50 товарды алдық па, 50 товарды тестировать етеміз. Ол жетпей ма, тағы қос, ол жетпей ма, тағы қос деген сияқты. Осындай көбірек практика жасау арқылы ғана біз өзімізде не өтеді, не өтпейтінін анықтап біле аламыз. Мен ойымша осылай да. Жаңағы Қытайға шығу деген секілді темалар мен өзім құптамаймын, себебі Қытайда жаңағыдай ценообразование деген нәрсе бар. Жалпы Қытайдан сен товар алатын болсаң, және оны сен арзан бағада алғың келсе, сен оны өте үлкен көлемде алу керексің. Көбірек сумма алу керексің. Сен ол жақта 1 миллион, 2 миллионға товар алдың деген ол тиын. Бір сөзбен айтқанда ше. Қытай үшін ол тиын болады. 90% әлемді товармен қамтамасыз етіп отқан елге не болды? 2 миллион. Сол. Бірақ қазақтарға 2 миллион көп қой. Мәселе сода ғой. 2 миллион көп деп ойлайды, және 2 миллион құйдым деп андай өзінің күшті сезінеді да. Негізінде 2 миллион деген ол кішкентай ғана сумма болып есептеледі. Жалпы былай Қытаймен жұмыс істеген кезде. Жалпы невыгодно да, иә? Невыгодно. Ал қанша суммадан бастап выгодно болады, Нұреке? Қалай ойлайсың? Қытайға шығу. Классика айтып кетсін ғой. Толық келісемін. Қанағаттандырды. Қанша сумма керек, қанша суммамен Қытайға шығу керек, жалпы дұрыс па? Ценообразование деген түсіндіріп өтсең. Ценообразование деген, яғни, например, сен бір товарды любой жерде, розница, оптом деген нәрсені бәріміз білеміз. Розница алатын болсаң, например, сен AirPods-ты, сен оны бір 8.000 деп алайықшы, 8.000 теңге алуы мүмкін. Ал егер сен оны 5 штукты алатын болсаң, ол саған 7.000-нан беруі мүмкін. 10 штук алатын болсаң, ол 6.000-нан беруі мүмкін. Ал сен 100 штук алатын болсаң, ол уже 2.000 теңгеден беруі мүмкін. 1000 штук алатын болсаң, 500 теңгеден түсуі де мүмкін деген сияқты. Яғни Қытай саған кез келген бағада товарды жасап бере алады. Бірақ ол баға оның качествосына әсер етпейді. Ол жай ғана количествоға ғана әсер етеді. Яғни сен қаншалықты көп количество аласың, соншалықты сен ол товарды өте арзан бағада алуына болады.
ал ондай көлемде товар алу үшін сен кем дегенде бір 10 миллионың кететін шығар менің ойымша. Минимум. Минимум азы. кем. Бізге келген кезде де жаңағы оқушыларымыз немесе консультацияға келген адамдар болсын айтып жатады ғой, сіздер там үйреткен кезде біз енді жаңағы реалитиіміз бар, нелеріміз бар, соны көреді. Типа біз осы Алматының ішіндегі үлкен мықты поставщиктерден алатынымызды көреді да көбісі. И сосын айтады, неге Қытайға шықпайсыздар, Қытайда арзан ғой деген сияқты. Былай қарасаң, ана адамның келіп отқан адамның өзінің товаркада негізі опыты жоқ. Кәсіп жасап көрмеген, бірақ кәсіпте 6 жыл жүрген адамдарға ақыл айтып жатыр. И енді ақыл айтқан кезде жаңағыдай сондай идеяларын қосады да. Біз енді нөлден бастап жатқан адамға, мысалы нөлден келіп жатқан адамға, егер біз оны Қытайға шығаратын болсақ, ол адамнан 10 миллион керек болады бізге. Минимум бағана айтып өткендей. Ал егер де жақсы суммаға шығып, жақсы Қытаймен жұмыс істегіміз келсе, 30 миллионнан жоғары кетеді. Бір фураны толтыра алатындай ақшамыз болса, біз өте арзан суммаға любой нәрсені алдырта аламыз. Бізде жігіттерде болды, жаңағыдай кілемді там 30 миллионға бір фураға толтырып алдыртады. Оның өзінде наяқта конкуренция жасай алмай жатыр. Өйткені олар Каспийде сататын, олар жаңағыдай бір фурамен алдыртады. 3 жігіт болып 10 миллионнан шығарады, 30 миллион шығарады, 30 миллионға бір фура толады екен кілем жаңағы оралған рулондар. И соған алдыртады, соның өзінде бұлар ұтылады. Көбінесе кейбір кездерде, кейбір айларда минусқа кетіп қалып жатыр. Өйткені ана товары келем дегенше Қытайдан ол не істейді? Маяқта тағы да демпинг болады, бағалар түседі, соның арқасында ол тағы да ұтылып қалады. Өйткені бұл жерде олардан крупный ағашкалар жетеді. Там 6 фурамен, 9-10 фурамен сол кілемді әкеліп жатқан. Оларда бітпейді ол товар. Сенікі бітіп ал келем дегенше олар уже сатып, уже бағасын арзандатып түсіріп, әйтеуір астатықтан құтылса екен деп, ана товардың бағасын вообще Қытайдан да төмен қылып жібереді. И көбісінің мынандай нәрсесі бар. Мынау Алматыда, жалпы Қазақстанда барахолка деген нәрсе бар. Оны енді басқа қаладағылар жақсы біледі, бірақ таза қалалықтар, таза алматылықтардың өзі білмеуі мүмкін ол базардың бар екенін ше. И кішкентай бірдеңе деп ойлайды. Бірақ ол үлкен бір көше, қанша полоса? 5-6 полосалық көше, полностью базар. Орта Азиядағы ең үлкен апта. Орта Азиядағы ең үлкен базар болып есептеледі. Ондай базар еш жерде жоқ, Ресейде де жоқ, Қырғызстанда, Беларусь. Қырғызстан, Беларусь, Өзбекстан, қай жер еш жерде жоқ. Осындай бізде үлкен бір аумақ бар. Осы аумақта бізде үлкен Қытай болсын, басқа ұлт өкілдері болсын, үлкен крупный ағашкалар бар. Олардың товарлары өте арзан. Мысалы, бізде айтамыз кейбір кезде, осы біздің Алматының ішіндегі поставщиктерде кейбір кезде Қытайдан арзан десек, сенбейді адамдар, Қытайдан арзан болып қалады кейбір кезде десем. Қалай ол Қытай өздері шығарып жатыр ғой оны, қалай ол бізде арзан болуы мүмкін Қытайдан да деген сияқты. Сол жаңа ценообразование, баға саясаты, баға саясатына келіп тіреледі. Өйткені жаңағы ағашқылар 10 фурамен алған кезде, мысалы мына стаканды, олар 1500 теңгеден алып жатыр. Мысалы, бұл стакан болмауы да мүмкін. 1500 теңгеден алып жатыр. Ал біз оны Қытайдан алған кезде, Қытайлар бізге оны 5000-нан беріп жатыр. Өйткені біз аз сумма, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллионға аламыз. Сол үшін бізге 5 миллион. А олар 100 миллионға алды бұл стаканды. Сол үшін оларға 1500 теңгеден берілді. Олар не істейді? Базардың темасы 1/1 деген тема бар. Бұлар алады 3000-нан сатып отыр олар. Розницу алсаң да, оптом алсаң да, 3000, 2500 теңгеден сатып отыр. А біз оны не істейміз? Қытайдан 5000-ға алып, 3 апта оны күтіп, ол күткен кезде біздің наяқта заморозка ақша бар, наяқта жұмыс тоқтап қалды. Және де логистикасы. Келем, гаргоның ақшасын төлесін, еще келем дегенше баға құлап кетті деген сияқты. И сондай нәрселермен біз өзіміз қинаймыз көбінесе. И соның кесірінен көбісінің жаңағы 90% кәсіптің ішіне кіріп кетеді. Өйткені қиындатып алады. Біздің мақсатымыз осы жерде мына подкаст арқылы жеткізгіміз келіп жатқан нәрсе, ол қиындатпай, тез арада бастап, бүгін сатып, бүгін ақша жасайтындай кәсіп жасау керек деп ойлаймын. Барды пайдалану керек. Көп кәсіптердің, оказывается, жаңағыдай жабылуына алып келетін нәрсе, ол бірінші айдағы продажаның болмауы. Бірінші айдағы продажаның болмауы дегеніміз, көп кәсіптер ашылады, көп кез келген, ол товар болмай қойсын, кез келген кәсіп ашылған кезде алғашқы айы қиындау болады. Клиент тартумен, басқа нәрсемен, И соның кесірінен де 90% бизнес жабылады. Біз айтамыз, сен бірінші айда кәсіпке кірдің ба, өзіңді қанағаттандыратын сумманы таппадың ба, онда ол кәсіппен сен ұзаққа бармайсың. Біз сол үшін кез келген, мысалы, 300 мың, 400 мың теңге тауып жүрген адамдар келеді ғой енді консультацияға, жұмысы ұнамай жатыр,
там курьер болып жүрмін, қазір қыста жұмыссыз қалдым деген сияқты әртүрлі мамандық иелері келіп товаркаға кіргісі келіп бізден кеңес жаңағы консультация алып жатады. И соларға біз беретін кеңесіміз, сен бірінші айда, мысалы қазір 300 мың тауып жүрсің ба, сен бірінші айда 1 миллион минимум табу керексің кәсіпке кірген кезде. И соны тапқызамыз, және де біз оған гарантия береміз, и тапқызамыз да ол кезде ол бизнестің жүріп кетуіне шанс көп болады. Өйткені ол бірінші айда көріп алып. Өйткені адамда бірінші айда не болады? Кез келген ол кәсіп болса да, жұмыс болса да, сен бірінші айда бүкіл мотивацияң, бүкіл энергияң бәрі осы жерде қайнап бизнестен тұрады. бірдеңе күтесің ғой. Бизнес болсын, сен жұмысқа кірген кезде де өзің, мен 4,5 жыл повар болып жұмыс істегенмін да, мен кез келген новый ресторанға барған кезде алғашқы айда өте күшті жұмыс істейді. Неге? Өйткені маған біріншіден там мотивациям артып тұр. Екіншіден мен ана жерде ортаға сіңісуім керек, мен ортада өзімді күшті көрсетуім керек деген сияқты. Бұл адам баласының жалпы психологиясы алғашқы айлар өте керемет результатпен, өте көп энергиямен жұмсалатын уақыт. И осы уақытта сен бүкіл энергияңды жұмсап тастадың, бірақ сен кәсібің саған 0 теңге алып келді. Сен не істейсің? Болды ғой, бітті ғой. Сен энергияң да кетті, мотивацияң да сөніп қалды. И осының арқасында бизнес менікі емес деген. Иә, бизнес менікі емес деген идеяға келеді, және де ол бизнес 90% ол бәрібір жабылады. И сол себепті айтамыз, сіз кәсіп бастадыңыз ба, бірінші айда ақша келетін кәсіптен бастау керексіз. Сол кезде біз ұшыра аламыз кез келген кәсіп. Ал ол кәсіп бағана басында айтып өткендей товарный бизнес. Иә, басқа кәсіптер көбісі түсінбейді. Инвестиционный, пассивный бизнес немесе осы біздің товарный бизнес деген нәрсені түсінбейді. Товарный бизнес ол бізге базовый потребность жабатын, көлік алатын, үй алатын, ақша жасап, состояние жасайтын нәрсе. Ал бірақ товарный енді жүріп тұруға болады, одан операционкадан шығуға болады, бірақ ол өте қиын нәрсе, товаркада. Өйткені бұл жерде өзің жүру керексің. Ал жаңағыдай операционкадан шығып кететін кәсіптер бар, бір парикмахерский, барбершоп бірдеңе ашып қоюға болады, бір магазин ашып қоюға болады, бірақ ол бизнестер пассивный инвестиционный бизнес деп аталады. Ол жерге ақша саламыз ба, оны күтпей қойған дұрыс та. Ол ұзақ уақытта ақталады. Ұзақ уақытта бізге ақшамыздың жоғалып кетпеуіне, ақшамыздың сынып кетпеуіне әсер ететін кәсіптер да. Мысалы, қазір менің мақсатым ақша жасау болса, мен автомойкаға немесе парикмахерскийға құятын болсам, мен ақша жасамаймын, ақша құртам тек қана. Бастапқы уақытта. Ал маған ақша жасау деген цель болатын болса, мен онда товаркаға кіремін. Неге? Өйткені бүгін алдым, ертең сатып жіберемін. Бүгін алдым 1 миллионға, ертең 2,5 миллионға сатып жіберемін товарды. Соның арқасында мен ақша жасаймын да, соның арқасында мен көлігімді де аламын, там үйімді де саламын деген сияқты. Үйімнің там отбасымның, ата-анамның жағдайын да жасай аламын. И сол арқылы мен не істеймін? Капитал жинай бастаймын уже. Өйткені мен қартайған кезде, немесе мен там 40-қа, 50-ге келген кезде, мен тағы да шапқылап жүре алмаймын ғой. Біріншіден энергия кетеді, біріншіден жаңағыдай шаршайсың деген сияқты. И сондай нәрсе болмау үшін мен уже өзімнің базовый потребностьтерімді жауып тастадым ба, мен не істеймін? Ақырындап пассивный бизнестерге көше бастаймын. Ол бүкіл үлкен бизнесмендерден сұрасаң болады, барлығы товаркадан шыққан, барлығы жағдайларын осы жерде жасаған, базардан шыққан көп кәсіпкерлер, көп мықты қазір сөйлеп жүрген ағаларымыздың көбісі. И олар жағдайларын жасағаннан кейін ғана барып пассивный бизнестерге ауысқан. Және соның арқасында олар пенсияға шығады. Соның арқасында көбірек пассивный бизнестерде немесе кейбіреулер инвестицияға кетіп қалады, кейбіреулер жаңағы өзінің сондай кәсіптерін ашып тастайды, который өзіне тәуелді емес кәсіптерді ашып тастайды. Соның арқасында ол 40-қа, 50-ге келеді, ол кезде ол демала берсе де болады. Өйткені ана кәсіп, там 10 кәсібі бар, әрқайсысы 500 мыңнан әкеліп тұрса да 5 миллион, 6 миллион теңге просто так өзінің основной жұмыстарынан, основной кәсіптерінен басқа ана жақтан просто так капля осылай түсіп отырады деген сияқты. Ол өліп қалса да, ауырып қалса да, ол ақша түсіп тұра береді. Ол ертең балаларыма не қалдырып кетемін деген кезде осындай пассивный бизнестерді қалдырып кете алады деп ойлаймын. Сол себепті кәсіп бастаған кезде, егер сіздің бағытыңыз таңдап алу керек. Егер де ақшаңыз көп, жаңағыдай инвестиция салыңыз деп құрта алмай жүрген бір ақшаларыңыз болса, онда оны салуға болады пассивный бизнестерге. Кейін осы жерде пока заморозкаға қоятын 30 миллион теңгеңіз жоқ па? Онда Қытай не выгодно, да? Иә. Осы жерде темадан алып кетті, иә. Осындай бағана басында айтып кеткендей, бәрі нишаны негізі эмоциямен таңдайды деп айттық қой басында. Ол өте қате. Яғни эмоциямен дегеніміз бұл жерде егер автомойка ашса, ол уже көрініп тұрады да. Міне мынаның автомойкасы бар. Магазин ашса, міне мынаның магазині бар деп айтылып тұрады да. Бірақ ол адамдар негізі сол эмоция үшін жасағысы келеді да. Бір жағынан ақша тапқысы келеді, бір жағынан сол эмоция үшін жасағысы келеді ол товар. Ал товарный бизнеспен алса, онлайн сататын болса, ода ондай ештеңе болмайды. Яғни адамның көзіне көрінетін бір жағдай болмайды да.
бірақ ол жерде ақша көбірек болады да. Иә, еще ана біздің де комментте жазады ғой, біз товар кірсіп жатырмыз, там осындай результат жасап жатырмыз десек, андай патриоттар шығады ғой, типа қазақтар осы алып сатумен сендер адам болмайсыңдар, неге мықты болсаңдар өндіріс ашпайсыңдар деген сияқты әңгімелер айтады да көбісі. И біздің адамдарға негізінде көбісінің мен түсінгенім осы уақытта қаншама мыңнан аса адам өткен шығар алдымыздан, иә. И түсінгенім көбісіне ақша керек емес негізінде Признание керек. суть түсінетін болсаңдар көбісіне ақша керек емес. Мырзалар о жағы енді түсінікті бізде. Тоқта, ақша керек емес. Олар не істейді? Олар алады да біреудің алдында пиздец болып жүруді қалайды да көбінесе, иә, там признанияны қалайды, крутой болып жүруді қалайды деген сияқты. Сол үшін де көбісі минусқа кетеді. Сол үшін де көбісі маған алдыма келген адамдардың 120 миллион қарызы бар, 100 миллион қарызы бар, сондай, иә. Страшно. Олардың барлығы ол топас адамдар емес негізінде. Былай қарасаң ақылды, солидный, күшті ойлана алатын адамдар негізінде. Бірақ бәрінің көбісінің басында үлкен қарыздары бар. Ол өйткені дұрыс емес бағытқа ақша салған, иә. Признанияны қалаған. Менің там кофейням болса, мысалы, мен там кофейнясы бар деген 4-5 кофейням бар, бірақ табатын 1 миллион теңге да, мысалы, иә. И мен бірақ крутой болып жүре аламын да ол кезде. Ал мына жақта товаркың, сен бірақ точкаң бар, кішкентай 15-20 квадрат метр точкаң бар, сен бірақ бұл точкада 10-20 миллион теңге таза пайда түсіп тұр да. Бірақ сен өзіңді анау кофейнясы бар адам сияқты күшті сезіне алмайсың. Сол ақшаны аласың да кофейняға құясың. Сосын не болады? Қадаласың. Біздің келген учениктардың көбісі ғой, товарканы үйретеміз, жаңағыдай айтып жатады, кейбір учениктар сұрап жатады ғой, типа сіздерде жаңағыдай істей алмай кеткендер бар ма, әлде неге барлық учениктеріңіздің результатын көрсетпейсіз деген сияқты ше. Барлығының результаты бар. Кез келген адам келіп таба алады 5 миллионға дейінгі сумманы, любой новичок таба алады алғашқы 4-5 айда деген сияқты. 5 миллионға дейін смело табуға болады. И оны тапқан да адамдар бар. Бізде адамдар көбісі товарканы пайдаланып кеткісі келеді. Товарка қатты бір абыройлы кәсіп емес, авторитетный кәсіп емес. Бұл жерге келді, ақша жасайды да, барады да автомойкасын ашады. Бізде болды, әйел кісілер салон красоты ашып кетті сол товарканың арқасында. Товарканың арқасында автомойка ашқан, барбершоп ашқан тоже кісілер бар. И оларға біз ешқандай қарсылық айта алмаймыз. Негізінде қарасаңыз, қазіргі сол адамдардың результатына қарасақ, товаркадан қарағанда 2-3 есе аз ақша табады. Бірақ енді өздеріне ұнайтын іспен айналысып жатыр деген сияқты. Негізі отырсақ отыра беретін сияқтымыз да, бірақ уақыт тығыз. Енді жалпы тақырып ашылды, бірақ уақытқа қарай бір соңғы тақырыпта осыны қысқаша нұсқа түсіндіріп өтейік. Ол да адамдардың көкейінде жүрген сұрақ. Өткенде тоже біреу кетіп бара жатсам, осы мега жақта біреу ұстап алды да, танысып кеттік, сөйлесіп, немен айналысам, анау товаркамен айналысам дедім. И айтады сразу, Каспийде ұстасам, Wildberries істемей дейді да. Неге именно товарка дегенде адамдарда Каспийде либо Wildberriesте сату, Озон деген сияқты, маркетплейсте қаншалықты сатқан дұрыс? Көбісі жаңағы 2022-23 жылдары андай курс сататын блогерлер көбейіп кетті ғой. Бизнесмендер емес, кәсіпкерлер емес, блогерлер. Блогерлер курс сатып кетті сол кезде. Өйткені ол тематика өте ыңғайлы және де оңай болды үйретуге. Өйткені Каспий службаның өзіне жазсаң, саған Каспийді полный үйретіп бере алады. Каспий магазин қалай ашу керек, қанша оборот айналдыру керексің, қалай сертификация жабу керек. Оларға жақсы Каспий магазинге адамдардың көбейгені, сол себепті олар өздері бесплатно үйрете алады негізінде. Ал соның информациясын Каспий гидтен алып сатқан блогерлер бар. Және де Wildberriesте де дәл солай, олардың службасы арқылы там информация жинап, соны сатқан адамдар бар. И сол массово сатылды, өйткені ол блогер болған соң, ол блогерлер деген жалпы 1 миллион, 2-3 миллион там аудиториясы бар адамдар. Олар Қазақстанға, жалпы Қазақстан болмаса кез келген елде сондай 1-2 миллион оқырмандары бар адамдар елге ықпал ете алады, инфлюенсер деп айтады. И сол адамдардың арқасында көп адамдар товарканы тек қана Каспий мен Wildberries'тің арқасында жасалатын нәрсе деп ойлап қалды. Бірақ негізінде кәсіпте аутсорсинг деген нәрсе бар. Аутсорсинг дегеніміз сен бір кәсіпке жұмысшы болып кіресің. Бұл жерде дәл сол. Каспий сенің магазиның емес, ол біреудің магазині. Wildberries сенің магазиның емес, біреудің магазині. Сол себепті ВБ селлер деп айтады. Селлер деген ағылшыншадан аударған кезде сатушы. Сен сонда селлер боласың. Ол жерде бизнесмен емес, кәсіпкер емес, сен селлер. Сен тәуелдісің соларға да. Олар сені жауап тастай алады, олар саған штраф салады, банк бере салады. И сондай мәселелердің арқасында көбісі
ойлап қалды осы нәрсе бұл бизнес деп ойлап қалды. Ол бизнес емес негізінде, иә. Бизнес дегеніміз сені сен ғана басқара алатын, және де сені тек қана екі ақ нәрсе, ол үкімет және де налоговый, осы екеуі ғана сенің кәсібіңе әсер ете алу керек. Қалған ешкім әсер ете алмаған кезде ол жеке бизнес болып есептеледі. Ал бұл жерде бәрі әсер етіп тұр да. Конкуренттерің де там жалоба жасап жоқ қылып жібереді сені, Каспидің өзі де, Wildberries'тің өзі бүкіл жерде. Еще ол салаларда мен қазір соңғы уақытта көп информациялар тыңдап жатырмын. ВБ болсын, Озон болсын, тағы басқа да маркетплейстерде көбісінде рентабельностьтің құлауы пайда болды. Рентабельность дегеніміз айлық обороттан түсетін, қалтамызға түсетін таза пайдасы. Оларда кезінде 2-3 жыл бұрынның өзінде 8% там айлық рентабельностьтері негізінде нормальный кәсіпкерде 30%, 25%-тен басталып, мықты кәсіпкерде 40%, 50%-ке дейін де баратын моменттер болды. Орта есеппен 30% айлық рентабельность болу керек негізі кез келген кәсіпте. Ал оларда 8% болды. А қазір енді НДС көтеріліп жатыр, налогтар, анау мынау, бұл жақта тағы да рентабельность түсе бастады да. И бұлар 1 миллион теңге табу үшін 20 миллион оборот айналдыру керек та. 1 миллион теңге табу үшін. А бізде аяқта жігіттер ойлукспен келеді, 3 миллион айналдырады, 33% 1 миллион теңге, таза пайда 1 миллион 3 миллионмен істеп кете алады да. Өйткені тез арада сату арқасында кішігірім оборотпен үлкен сумма. Сол себепті айтамыз, сен новичоксың ба, сенде высокомаржинальный товар болу керек. Не үшін? Өйткені маржасы, рентабельності кішкентай ма, сенде шанс сразу азаяды бұл жерде. Сол себепті аутсорсинг емес, кәсіптің түрін таңдап, бұл жерде жеке брендке жұмыс жасаса екен деген менің бір кеңесім бар. Жалпы жасап жатқан, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге. Тағы қандай идеялар бар? Басқа идея жоқ. Бәрін айтып тастадым. Тақырып барлық көкейінде жүрген сұрақтарды аштық деген ойдамыз енді. Негізі көп қой, бірақ неге байланысты. Бүйтейік, құрметті көрермендер, сіздердің енді барынша пайдалы бола алдық деген ойдамыз. Егерде көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, видеоның комментарийіне жазсаңыздар болады. Ал біздің осы төртеуіміздің инста парақшамыз видеоның описаниясында болады. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал бағана уәде етілген құнды сыйлық, ол осы подкасттан сіздер не түйдіңіздер, инсайт деп айтады ғой. Қандай жері ұнады, өзіңіздің ойыңыз, сол не түйдіңіздер, осыны видеоның комментарийіне жазып кетіңіз инстаграмыңызбен бірге. Ол ең күшті ойын жазған адамға біз Нұржан мырзаның 150 мың теңге тұратын консультациясын тегін беретін боламыз. Сіз өзіңіз инстаграмға Бұл адам не жазу керек сонда? Өзінің видеодан түйген ойын. Офлайн ба, онлайн ба? Разница жоқ, Разница жоқ, разница жоқ. Ол жерде не алады деген, 150 мың теңге деген кезде енді ол енді бірдеңе беру керекпіз ғой, енді ондай мықты консультация болған соң. 1 сағаттық, 2 сағаттық консультация болады. Ол адамға бір айға 30 күнге полный задание беріледі. Сол заданиенің арқасында ол білмеймін енді қанша суммасы бар қалтасында, соған байланысты. Егер бір 200-300 мың теңгесі болса, 1,5 миллион теңге таза пайда шығаруға болатын сияқты менің ойымша. И солай заданиесімен бір ай өзіміз контрольда ұстаймыз, консультация жасап береміз и результатқа жеткіземіз деген ойдамыз. Және де ойларын жазсын, ойларыңызды жазып кетіңіздер астына. И сол ойлардың ішінен біз осы 4 жігіт болып таңдаймыз, қайсыны ұнады, қайсыны түйген ойы, комментарийсі, мүмкін бізді белгілеп кетсе де болады инстаграмда, подкастымызды ютубтан кесіп алып белгілеп кетсе де болады біздің аккаунттарымыз. Солай істесеңіздер, біз келесі выпускта мүмкін айтамыз кім жеңді, және қандай адамдарға береміз, солардың номерін алып, инстасын алып, өзіміз жекелеріне шығып, уже бірден инстасын қалдырып кетеміз. Инстаграмыңызды бірақ міндетті түрде ұмытпаңыздар, комментарийге ойларыңызды жазылыңыз. Сол кезде біз ол адамды тауып алып, өзіміз консультация жасап, результатқа жеткізіп, соны стористе бөлісетін боламыз, құдай қаласа.